алдымызда сөйлеп тұрған 7 адамның 5-еу қазақ, залда жиналған адамдардың 90% қазақ, бірақ арттарыңыздағы жазуда барлығы орысша, өздеріңіз орысша сөйлеп отырсыздар. Әкім орынбасары отыр екен, ол да орысша сөйлеп отыр. Неліктен қазақша сөйлемейсіздер? Бұл диджитал Алматы ма әлде диджитал Мәскеу ма? Біз өз қай елдеміз қазір? Не себептен қазақша сөйлемейсіздер? Мысалы, көп адам түспей отырған шығар. Мен қазақша бастадым. Сіз дұрыс айттыңыз. Енді жауап берсеңіздер, мен өзім бағанадан сол сұрақ мазалап тұрды. Өте жақсы тақырыптар, елімізді көтереміз деп жатсыздар, бірақ өз мәдениетіміз көтереміз дейсіздер. Енді тіл болмаса оның бұл әңгіменің пайдасы неде? Дұрыс айтасыз. Біз мысалы бар күшіміз салып тілді дамытып жатырмыз қазір. Мен түсіндім. Кешірім сұраймыз. Мен бастадым қазақша, бірақ тағы да қазақша сөйлейтін, түсінетін адам енді 50% болса жақсы болатын еді. Енді креативті индустрияларға қатысты сұрағыңыз бар ма? Осы ғана сұраған. Жауап жоқ қой сонда? Рахмет, жоқ, бар. Кешірім сұраймыз, бірақ келесі кезде қазақша сөйлейміз. Сіз келесі спикер болып. Рахмет. Рахмет. Кешіріңіз.